Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Құрметті мұсылман қауым, биыл Құрбан айт мерекесі 31 шілде деп белгіленді. Осы айт мерекесінде жағдайы бар ауқатты азаматтар өз құрбандықтарын шала бастайды. Құрбандық шалудың белгілі уақыты бар, одан алдын немесе кейін шалынбайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм әлбетте біз осы күнде ең алдымен бастайтын ісіміз айт намазын оқу, одан кейін құрбан шалу. Кім осылай істесе біздің сүннетімізді орындапты. Кім құрбандығын одан алдын шалса, ол өз отбасын жай етпен қамтамасыз етіпті. Оның шалған құрбандығы ғибадат болып саналмайды деген. Шариғатымыз бойынша айт намазы оқылатын жерлерде құрбандық айт намазын оқығаннан кейін басталады. Ал айт намазы оқылмайтын жерлерде, мысалы, кейбір ауылдар бар, ол жерде мешіт жоқ, халық жиналып айт намазын өткізбейді, олар құрбандықтарын таң атқаннан бастаса болады. Өкінішке орай, биыл елімізде жарияланған карантин жағдайына байланысты мешіттерімізде құрбан айт намазы оқылмайтын болды. Егер құрбан айт намазы оқылмаса, онда құрбанды қай уақыттан бастаймыз деген сұрақ туындайды. Осындай сұрақтар бізге де келіп жатыр. Шариғат кітаптарында егер бір елде қатты суық, тасқын су немесе қалың қар түсіп, айт намазы оқылмай қалса, онда құрбандық шамамен айт намазы оқылатын уақыт өткеннен кейін басталады делінген. Яғни күн шыққаннан шамамен 1 сағат кейін құрбандық шалуға болады дегені. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімі бұлай шешім қабылдады. Биыл мешіттерімізде айт намазы оқылмауына байланысты құрбандық шалу рәсімі 31 шілде күні күн шыққаннан 1 сағат кейін басталып, 2 тамыз күні күн батқанға дейін жалғасады. Сондықтан құрметті жамағат, егер кімнің мүмкіндігі болса, олар құрбандығын 31 шілде күні бастайды. Егер сол күні құрбандығын шала алмаса, онда 1 тамыз, 2 тамыз күндері де құрбандықтарын шалуына болады. Алдағы келе жатқан құрбан айт мерекесі баршамызға құтты мүбәрәк болсын. Шалған құрбандығымызды Алла қабыл етсін.